Құрметті менің тыңдарманым, каналыма қош келдіңіз. Міндетті түрде каналға тіркеліп, әңгіме ұнаса, комментарий қалдыра кетіңіз. Бүгінгі біздің әңгімеміздің тақырыбы қашықтағы махаббат. Айзаттың сыртынан қарап тұру, оның аяғын асықпай басып келе жатқаны, жай ғана жымиып күлгені, қара шашы, бәрі маған ерекше көрінетін секілді. Балконнан Айзатқа қарап отырып, өзімді бақытты сезінетінмін. Біраз уақыт өткеннен соң мен оның телефон номерін алдым. Танысып алдық, күнде сөйлесетінбіз. 8-ші, 9-ші, 10-ші сыныптар осылайша өтіп жатты. Жылдан жылға бір-бірімізге бауыр басып бара жаттық. Көп рет апам түнде телефонмен жасырынып сөйлесіп жатқанымда ұстап алып ұрысты да. Апам ұйықтады-ау деген кезде телефонға қайта жармасатынмын. Қанша ұрыс естісем де қоймадым. Айзатпен уақыт тез өтіп кететін. Сабақтан енді келіп, телефонды жаңа ғана алған секілдісің. Ал шындап келгенде біз 2-ші сағат сөйлесіп жатқан болып шығамыз. 10-шы сыныпта мені Айзаттың сыныбына ауыстырды. Оны естігенде енді бір сыныпта оқитынымызға сенгім келмей, қуаныштан секіріп алдым. Уақыт тез өтеді емес пе? Көзді ашып жұмғанша біз бітіруші сынып болдық. Бір күні сыныптан шығып бара жатып, Айзатқа аздап кідіру тұруын сұрадым. Барлық оқушылар кетіп қалды. Сыныпта тек екеуміз ғана қалдық. Алғашында мен сөзімді қалай бастарымды білмедім. Батылымды жинай келе Айзатқа 8-ші сыныптан бері ұнататынымды, жақсы көретінімді айттым. Айзат біраз уақыт үнсіз тұрды да. Білетінмін мені ұнататыныңды, сезіп жүрмін. Маған сенімен сөйлескен ұнайды. Данияр, сен жақсы ұлсың, маған ұнайсың. Бірақ аздап ойлануымыз керек, деп жауап берді. Айзатты күтумен 3-ші күн өтті. Асқа тәбетім болмай, әр затқа алаңдап, түні бойы ұйықтай алмай шықтым. Әрең дегенде шыдап, келесі күні Айзатқа бардым. Айзат келісімін берді. Аздап асыққанымды кейін білдім. ұбт-ға дайындықтың қыза түскен кезі болатын. Менің уақытым болмай кетті. Айзатты тіпті үйіне шығарып сала алмай жүрдім. Ойлана келе сөйлесіп отырып, мен оған уақытша айырылыса тұрайық, мектеп бітіргеннен кейін қайта бастармыз деген ұсыныс жасадым. Айзат та түсінген болуы керек, құптағаннан басқа ештеме айта қоймады. ұбт-ны ойлаған ойдағыдай тапсырып, иығымыздан үлкен жүк түскендей болды. Бітіру кешінде мен Айзатпен бірге жүрдім. Байқағаным, Айзат бірінші кездері мен балконнан қарайтын бала Айзат емес, өсіп, қасы көзі қиылып, бой жеткен қыз болыпты. Кеш бойы біз бірге ұзақ биледік, таңды бірге қарсы алдық. Көңілім алып ұшып, Айзатқа қайта қарай бердім. Құжаттарымды жинап, жоғарғы оқу орнына тапсыруға Астанаға келдім. Тапсырып, оның жауабын білгеннен кейін Таразға қайттым. Кеткенге дейін кездесіп жүрген Айзат, мен болмаған 2 аптада Алматыға көшіп кетіпті. Төбемнен жай түскендей болды. Бірақ біз сонда да хабарласып сөйлесіп жүрдік. Мен жылына 2 рет Алматыға барып емделетінмін. Астанаға келгеннен кейін де әдеттегідей көктемде Алматыға бардым. Досым күтіп алды. Тексерілгеннен кейін мен Айзатпен кездестім. Қаланы араладық, ұмытпастай күндерді кештік. Келесі келгенімде ол мені үйіне қонаққа шақырды. Мамасымен таныстырды. Біз сөйлесіп көріскенмен бұрынғыдай леп болған жоқ. Арамыз алыстап кеткендей болды. Айзаттың маған деген көңілінің бұрынғыдай емес екенін біліп қиналдым. Айзатты қимаймын. Бірақ осылайша әрі қарай жалғастыру да ақмақтық болатын. Біз айырылыстық. Махаббатқа ара қашықтықтың әсері желдің отқа әсері секілді. Әлсіздігін
көрсетіп өшіре түседі екен. Дегендей, біздің сезіміміз мүмкін әлсіз де болған болар, ол жағы маған белгісіз. Тек Айзатқа бақыт тілеп қала бердім.